Құрметті көрермендерім, мамыр айының 15-ші жұлдызынан 25-ші жұлдызына дейін жалпылама болжам. Шашқымызде суларымыз бар, жартылай қара, жартылай тұнық болып тұр. Мына жерде өкімет үйі тұр. Шашкілерімізді алып қарайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Не болып кеткен мына жарықтық. Өкімет үйі медвед міне медвед тұр. Мына жерде мынау қымбатшылықтың белгісі. Мынау төмен жақта отырған өкімет үйіндегілер. Өкімет үйі, яғни бұл жерде жаңағы жұмыс істеп отырғандар түсіп отыр. Одан кейін кетейік. Жол түсіп тұр. Таза жол түсіп тұр. Өкімет бір жермен, яғни өкіметпен тағы басқа мемлекеттер бір-біріне қарым-қатынас арқылы үлкен қымбатшылықты шешкелі тұр. Мына жерде түсіріп тұр, мына жолды көрсетіп тұр. Жолдан қауіп-қатер бар, ақырын жүріңіздер деп тұр. Ал енді міне жерді жақсылап тұрып қарасаңыздар, міне от жылан болып жанып жатыр. Міне от кәдімгі жылан болып жанып жатыр. Аждаһар болып от жанып жатыр, яғни өрттен сақ болыңыздар деп тұр. Су, міне көрдіңіз ба? Судан мұқият сақ болыңыздар, су түбіне тартып кетеді деп жатыр. Ал енді міне жерді қарасақ, кәдімгі итқұс болғанда да шакал. Таза итқұс емес, мынау шакал, яғни бұл қымбатшылықтың белгісі. Шакалдың қазақшасын тағы таппай тұрмын, кешіресіздер. Ал енді мына 1, 2, 3, мына жерде туған туысқандардың, жақындарыңыздың кішкене бір-біріне реніші. Жақындар сөз қуып, бір-бірімен ренжіп, жақын адамдар бір-бірімен қатты ренжіп қалатыны түсіп тұр. Шашқының ортасы таза. Көріп тұрсыздар, шашқының ортасы таза. Бұл жерде ақша жайында да болуы мүмкін, бір-біріне сөз тасығанда да мүмкін. Яғни туысқан адамдар бір-бірімен кішкене реніште болатын түсіп тұр. Шашқымыздың сыртына кетейік. Шашқының сырты, яғни бұл жерде ұзыннан ұзақ жол түсіп тұр. Бір ойлаған мақсаттарыңыз түсіп тұр. Шашқының астына дейін кетіп жатыр. Аяқ жағы кішкене қиналып тұрғандарыңыз түсіп тұр. Ал мына жерде таза бұлт, бірақ таза бұлт болып тұр. Өте таза, яғни бұл да жақсылықтың нышанының белгісі. Міне жерде ау тұр. Аудың ішінде балық тұр. Яғни балық сіздің үйіңізге кіретін кіріс. Так, енді ішіне кетейік кофеміздің. Жолға жиналып жатсыз. Міне қараңызшы, қайықтың үстіне бәрі отырып алған, жүктерін бәрін басып алған. Яғни бұл бір үйден екінші үйге жақсы жаққа қарай көшіп баратқаныңыз. Яғни осы биылға ойлаған ойларыңыз, қайықтың үстінде отырсыз, бала шаға жүктеріңіз салып ап, қоныс аударып, жаңа үйге көшіп, көңілдеріңіздің жай болатын түсіп тұр. Әйел адам Алладан сұрағанын беріп, Құдай деп екі қолын екі жаққа билеп тұрған әйел адам тұр. Оның астында семьясы, үй іші, бала шағасы, жаңағы жолдасы бәрі қуаныштың ортасында, өте жоғары жақтан ағаштың астынан гүлденіп тұрғаны шығып жатыр. Одан кейін кетейік. Міне жерде міне кіретін балық, мынау кіретін кірісіңіз. Мынау сіздің кіретін кірісіңіз, алатын кірітіңіз, алыс жолға шығатыныңыз, дем алатыныңыз, яғни басқа жаққа барып дем алып келетіндеріңіз түсіп жатыр. Міне жерде екі бөлініп келетін ақша жол түсіп тұр. Міне балық екі бөлініп тұр. Мына құйрық жағы келсе, бас жағын, яғни алатын дүниеңізді екі бөліп алып тұрсыз. Міне жерде қараңыз, жақсылап қарасаңыз, медвед, әппақ медвед, оған әйел адам жүгіріп келатыр. Әйел адамның қолында үлкен қап бар, әппақ қап. Сол қапты көтеріп жүгіріп келді. Яғни бұл екеуінің алатын үйіне келетін кірісі. Ал енді мына жерге қараңыз. Міне жерде маймыл тұр. Міне қап-қара маймыл тұр. Бұл маймыл екі ортадағы әңгімені тасып, ұсақ түйек әңгімені тасып, осы ерлі зайыптылардың арасына түсіп, сөз тасып ұрыстырып тұратын адам маймылымыз. Одан кейін
жақын кетейік. Міне жерде тойға дайындалып жатқандар түсіп тұр. Тойға дайындалып жатыр, әтеш шақырып жатыр, яғни жақсылықтың белгісі болып жатыр. Ал енді міне жерге жақсылап кетейік. Құбыжықтар, мынау құбыжық, мынау дұшпан құбыжық. Міне жерде құбыжық болып тұр, міне жерде де құбыжық көрініп тұр. Міне жерде орнынан тік тұрып тұрған жаңағы аяқ киім, қара аяқ киім, бұл яғни сіздің дұшпандарыңыз. Бірақ осы дұшпандарыңыз не қаласа да олардың біреуінің ойлағанын іске аспай, сізге Алла тағала мына аяқтан тап-таза жол ашып отыр. Қанша олар қызғанған сайын Алла тағала сізге жұлдызыңызды жағып, міне жұлдызыңыз жанып тұр. Бір емес, бірінің артынан бірі үйіңізге кіріс беріп тұр. Мынау балықтың бәрі кәдімгі үлкен балық, ұсақ емес, үлкен балық жылдың аяғына дейін үйіңізге кіретін кіріс. Яғни ел не десе сол десін, Алла тағала сізге кірісін ұзағынан беріп тұр. Енді мына жаққа кетейік. Кофеміздің асты, ылғи мені көріп жүргендер, море деп атамыз. Мореға қараңыз, той, үлкен той, көрдіңіз ба? Мынау үйге кіретін тойыңыз, үйге кіріп қоныс тойын тойлап отыр. Медбет ортада отыр, медбетіңіз ер адамдарыңыз, мынау жақындарыңызбен үлкен той, кіріс тойы, үйге кіріп отырған тойыңыз бастап тұр. Медбеттің қолында үлкен балық тұр, яғни медбеттің балық, яғни қор тұр. Құдайдың берген, Алланың берген. Қанша адамдар қызғандаса да Алла тағала несібесін молынан шашып тұр. Мына жерде кішкене ауырып жатқан адамдарымыз, қатты ауырып жатқан адамдарымыз аман есен жасаған емдері қабыл алып, үйлеріне ақ жолмен қайтып келетіні түсіп тұр. Мына жерде қараңыз, міне жылан тұр, бастан аяқ жылан тұр. Жыланның бірақ ойлаған ойлары іске аспайды. Құр ысылдайды да қалады. Түлкі тұр, міне қараңыз. Түлкі бұл көре алмайтын адамдарыңыз, алыстан кемеген түлкі. Қайтсем осыларға жаңағы алып кетейін деп түлкі тұр. Яғни бұл сіздерден дәм етіп тұрған адам. Берсе, ала берсем деп тұрған адам. Мына жерде де тойға дайындалып отырмыз. Үлкенді кіші той. Ал енді мына жерде бала шағамыздың артынып, тартынып, ата-аналарымыздың артынып, тартынып жаңа жолға түсіп тұрғанымыз. Кофенің жан-жағының бәрі таға боп нұр жауып тұр. Алланың нұрының молынан жауып тұрған түсіп тұр. Мені тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Жұмадан жұмаға аман есен жете берейік.